Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын кекстің рецептімен бөлісетін боламын. Бұл балаларыңызға өте қатты ұнайды деген ойдамын. Менімен болып лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Толық керек заттарды төменге жазып қоятын боламын. Алдымен жұмыртқамыздың ағы мен сарысын ажыратып алатын боламыз. Қыздар, мына видеода көріп тұрғандарыңыздай жасауларыңызды сұраймын. Әйтпесе кекстеріңіз ұқсамай қалады. Егер осы рецептпен істесеңіздер, 100%-ға ұқсайтын болады. Жұмыртқамызды толық ағы мен сарысын ажыратып алған соң, ақ жұмыртқамызды миксер көмегімен осылай көпіртіп алатын боламыз. Осылай миксер көмегімен көпіртіп алыңыздар. Әйтпесе жай ғана жұмыртқаны араластырып қамыр жасай салсаңыздар, онда кекстеріңіз ұқсамай қалады. Жұмыртқамыз кішкене ағарған соң, үстіне бір стақан қантымызды жаймен салып отырамыз. Барлығын бірден қоспауларыңызды сұраймын. Осылай жаймен салсаңыздар, сонда жұмыртқаларыңыз отырып қалмайтын болады. Өз қалпын сақтайды. Міне, менде ақуызымыз дайын болды. Осылай болып шықты менде. Ендігі кезекте жұмыртқамыздың сарысына 4 қасық сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Міне, мен араластырып болдым. Енді бұны жұмыртқамыздың ақуызына қосатын боламыз. Қосқан соң араластырмаймыз оны. Сары уызымызды араластырмай тұрып, үстіне кішкене ұн сеуіп жіберетін боламыз. Електен өткізіп, ендігі кезекте ұнымыздың үстіне жарты шай қасық содамыздың үстіне уксус құйып қосатын боламыз. Бұл уксус чайный соданың дәмін шығартпайды. Қорықпай қоса берулеріңізге болады. Міндетті түрде осылай уксусқа өлтіріп алуларыңыз қажет. Енді жаймен араластыруды бастайтын боламыз. Жай жоғарыдан төменге қарай араластыру қажет осы видеодағыдай. Әйтпесе бұлай қозғап тастасаңыздар, жұмыртқамыздың ағы отырып қалатын болады. Міне, араластырдым. Енді тағы да кішкене ұн салатын боламын. Барлық ұнды бірден қоспаймыз. Әйтпесе көп болып кетуі мүмкін. Сол үшін жаймен осылай қосып отыратын боламыз. Міне, менде массам дайын болды. Осылай қатты қою да емес, сұйық та емес болып шықты. Бұны енді өзіміздің қалпымызға салып пісіріп алатын боламыз. Өздеріңізде қандай қалып бар, соған салып пісірсеңіздер болады. Менде осындай арнайы роза гүлді ыдысым болғандықтан осыған құйдым. Бұның ішін майламаймыз. Майлау қажет емес. Егер сіздерде ыдыстарыңыз жоқ болса, жай ғана листке құйып та жасауға болады. Міне, менде осы массадан 24 дана шықты. Пешімізге салып 150-180 градусқа қойып пісіріп алатын боламыз. Міне, менде дайын болды. Өте керемет, өте дәмді болып шықты. Балаларым өте қатты жақсы көреді. Сіздер де дайындап көріңіздер, сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Менімен болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.